Қазақстан бай мемлекет дегенді жиі естиміз. Жердің асты байлыққа толғанымен, оның үстінде жүрген халқымыз ше. Қалай ойлайсыз? Адамдардың бәрі бірдей бай болуына не кедергі? Себептері әрине көп. Ал біз бүгін соның ішіндегі маңыздысы қаржылық сауаттылық туралы айтамыз. Бұл Қалан КЗ. Видеоға лайк басып, пікір жазып кетіңіз. Біз бастаймыз. Forbes журналы әлемде кімнің шотында 1 миллиард доллары бар екенін анықтады. Жер бетінде ондай 2043 адам бар болып шықты. Көбісі ақш пен Қытай азаматтары. Ер адамдар саны әлдеқайда басым және барлығының жастары 20 мен 98-дің арасында. Бастысы олардың ақшасы туралы айтсақ, бәрінің байлығын қоса санағанда 7,5 триллион доллардан асып кетеді екен. Не үшін айтып жатырмын десеңіз, бұл миллиардерлер әртүрлі болғанмен олардың ортақ бір қасиеті бар. Бәрінің де қаржылық сауаттылығы өте жоғары деңгейде. Білім алу жолдары күн сайын көбейгенмен, бұл ғылымға мән бермейтіндер әлі көп. Мектептегі алуан сабақтың арасында өкінішке орай қаржылық сауаттылық деген пән жоқ. Мүмкін содан болар, бірақ статистика бойынша ересектердің 80% өз ақшасын басқара алмайды. Керісінше, ақша оларды билеуде. Ал бай адамдар кірісі мен шығысын қадағалауды өте жақсы біледі. Бұл байлықтың бірінші заңы. Тек бұл қатарға лотереядан ақша ұтып немесе алаяқтық жасап кенеттен байып кеткендерді жатқызбаймыз. Зерттеулердің нәтижесінде осындай адамдардың 70% тез арада қайтадан кедейлікке оралады екен. Себебі олар ақшаны дұрыс пайдалануды білмейді. Егер сіздің табысыңыз көп болып тұрып, қарызға батып жүрсеңіз, мойындау керек. Бұл ғылымды зерттемегенсіз. Мойындағанның өзі алға жасаған үлкен қадам, және оның ұят ештеңесі жоқ. Тарихта талай ұлы ойшылдар да қателескен. Мысалы, Исаак Ньютонның өзі тарихтағы алғашқы қаржы пирамидасына қатысып, ақшасынан айырылған екен. Ол кезде Ньютон корольдік монет сарайының басшысы болса да, алаяқтарға 20 000 фунт стерлинг беріп, кейін қайтара алмапты. Алдымен адамдардың үрейін туғызып, қаржылық сауатын дамытуға кедергі келтіретін 4 мифке назар аударайық. Бірінші миф. Қаржылық сауаттылық тек ақшасы бар. Бай адамдарға керек деген сөзге сенбеңіз. Ол өмірін өз қолына алуға ерініп, бас қатырғысы келмейтіндердің сылтауы. Табыс деңгейіңізге қарамастан, бұл саланың қыр-сырын білгеніңіз өмірде әрқашан қажет болады. Екінші миф, бұл ғылым іш пыстырады және өте қиын деп айту. Шын мәнінде ең бастысы бастап кету. Әрі қарай өзіңіз қызығып кетесіз және үлкен сома жинап, керек нәрсеңізді кредитсіз, пайызсыз алғанда өзіңізге алғыс айтасыз. Қаржылық сауаттылық дегеніміз қызықты және пайдалы ғылым. Себебі ол сізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Үшінші миф, қаржылық сауаттылық тек қана қатаң үнемдеу дегенді білдіреді. Жоқ, бұл өзіңіздің үйдегілердің аузынан жарып, аш отыру деген емес. Ол ақшаны ақылмен басқарып, артық нәрсеге жұмсамауды үйретеді. Оның арқасында болашақта көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Ал ақшаңызды есептемей, жинақ жасамай өмір сүрсеңіз, керісінше болашағыңызға қауіп төндіресіз. Ұсақ түйектен үнемдеуді ойлағанша, табысты қалай көбейтуді ойлаңыз. Өзіңізге деген сенімділік байлыққа жетудің негізі. Ол болмаса, әрекет етуді қиын болады. Соңғы 4-ші миф. Менің жасым келіп қалды. Маған енді үйренуге тым кеш деп айту. Қаржылық білім ересектерге де, балаларға да өте маңызды. Жоғарыда айтқанмен бірге ол алаяқтардан да қорғануға көмектеседі. Ал жасқа қарамай, әрдайым жаңа нәрсе үйрену миыңызға пайдалы. Қысқасы, осы 4 мифке сенуді доғарыңыз. Сонымен ақша деген не? Ол кез келген тауар мен қызметтің ақысы және қолымызға тапқан табысымызбен келеді. Табыстың жалпы 2 түрі бар: активті және пассивті. Сіз жұмыс істейсіз, оған уақытыңызды кетіресіз, сол үшін ақша аласыз. Демек, уақытыңызды ақшаға айырбастайсыз және жұмыс жоқ болғанда табысыңыз тоқтап тұрады. Бұндай кіріс түрін активті табыс деп атайды. Бірақ уақыт шектеулі, тәулікте 24 қана сағат бар. Одан артық жасай алмайсыз. Және демалыс пен отбасыңызға да уақыт арнау керек. Пассивті табыс ұйықтап немесе демалып жатсаңыз да келе беретін ақша. Мамандардың кеңесі бойынша кірістің бірнеше көзі болуы керек. Сонда жұмысыңыздан кенет айырылып қалсаңыз да басқа табыстарыңыз тоқтамайды. Егер сізде дәл қазір жеке бизнес ашу немесе қосымша жұмыс алу мүмкіндігі жоқ болса, негізгі активіңізді дамытыңыз. Ол сіздің миыңыз. Көбірек білім алып, қабілетіңізді арттыра беріңіз. Сонда өз жұмысыңызда пайдалы қызметкер болып, нарықтағы бағаңызды артады. Қаржылық сауаттылықтың тағы бір пайдасы табысыңызды арттыруға, депозит пен инвестицияны түсінуге, жинақ жасауға және ай сайынғы төлемдерге дайын болуға көмектеседі. Кейбір адамдар аз табыспен де шаруасын өрге жүргізеді. Бұл да қаржылық сауаттылықтың белгісі.
Егер болашақта қарызсыз өмір сүріп, саяхаттап, қалаған үй мен көлікке қол жеткізіп, зейнетке мол ақшамен шығуды қаласаңыз, қаржылық сауаттылыққа дәл бүгіннен бастап уақыт арнаңыз. Бұл қысқа видеода осы саланың барлық жағын айтып үлгермесек те, маңызды екі бағытына тоқталайық. Бірінші, қарыз бен кредит туралы. Қарыз дұрыс қолданса, пайда әкелетін, ал дұрыс қолданбаса, қауіп әкелетін құрал. Сондықтан оны екі түрге бөлуге болады. Жақсы және жаман қарыз. Жаман қарыз несие карталары, қажетсіз ойын-сауық пен қымбат заттарға және кредитті жабу үшін алынған кредит. Бұл тек шығын әкеледі, яғни пассив болып саналады. Мұндай пассивтер адамның жүйкесін тоздырады, жағдайын нашарлатып, қарызға одан сайын батырады. Ал жақсы қарыз үй, білім немесе бизнесті дамытуға жұмсалған қаражат. Ондай қарызды алдын ала жоспарлап, пайызбен және қайтару жолдарын нақты есептесеңіз, ол тиімді инвестиция болып саналады. Мысалы, ипотека немесе оқу үшін алған қарыз сізге құнды активтер береді және болашақта табыс әкелуі мүмкін. Кредит пайдалы болу үшін оны көп ойланып, айлық төлемдерін кредиттік тарихыңызды ескеріп алғаныңыз дұрыс. Қарыз алу үлкен жауапкершілік және қаржылық сауаттылықты талап етеді. Дұрыс жоспарлап құрмасаңыз, өмір сапасы төмендеп, стресске әкеліп соғады. Қарызды тек кіріс әкелетін қажеттіліктерге жұмсаған жөн. Сонда ол сізге көмектеседі. Ал орынсыз шығындарға жұмсасаңыз, кедергі болады. Екінші бағыт – ақша жинау мен инвестиция. Бұл екеуі қаржылық тұрақтылыққа жетудің маңызды бөліктері. Ақша жинауды шама келгенше ерте жастан бастаған дұрыс. Тіпті табысыңыз аз болса да, күн сайын тіпті 500 немесе 1000 теңгеден болса да жинау әдетін қалыптастырыңыз. Жетпейді десеңіз, қосымша жұмыс істеп, немесе шығынды қысқарту жолын қарастырыңыз. Қазір ақшаны автоматты түрде жинақ шотына аударып тұратын ыңғайлы қосымшалар бар. Оларды да зерттеп шығыңыз. Сонда ақшаңыз көзге түспей, бірден шотта жинала береді. Ал соммасы көбейгесін, ақшаңыз құнсызданбай керісінше өсе берсін десеңіз, инвестиция саласына назар аударуға болады. Көрпенің астында жатқан 100 000 теңге инфляция кесірінен бір жылдан кейін 80-90 000 теңге болып кетті. Ал инвестиция жасау арқылы ақшаңызды ұзақ мерзімге көбейте аласыз. Тек оның түрлері мен қауіптері көп екенін ескеріңіз. Ол саланы мүмкін келесі видеоларда айтармыз. Қазір тек ескертетінім, инвестиция жасағанда барлық ақшаны ешқашанда бір жерге салмаңыз және оған түсініп алмай кіріспеңіз. Барлық ақпаратты мұқият тексеріп, есептеп, тек сенімді адамдардан кеңес алыңыз. Өйткені қаржы әлемінде алдап арбау жиі кездеседі. Болашақта ойлаудың тағы бір маңызды бөлігі өзіңізді сақтандыру мәселесі. Жаман айтпай жақсы жоқ дегендей, Құдай басқа бермесін. Бірақ аяқ астынан жанұяңыз асыраушысынан айырылса, әрі қарай қалай күн көреді? Алдын ала ойластырдыңыз ба? Қаржылық сауаты жоғары адам сақтандыру компанияларының ұсыныстарын да зерттейді. Себебі алдында не болатынын ешкім білмейді. Ал сақтандыру сіздің жанұяңызды қаржылық қиындықтар мен қарыздардан қорғай алады. Отбасы ішіндегі әдеттер туралы айтсақ, бюджетті жоспарлау үшін барлық кіріс пен шығысты дәптерге екі бағанаға бөліп жазсаңыз болады. Кіріс жағына айлықты және басқа да келетін ақшаны, ал шығыс жағына азық-түлік, аренда, кредит сияқты барлық шығынды тізіп шығыңыз. Осылай жарты жыл бақылап көріңіз. Сонда ақшаның қай жаққа көбірек кететініне көз жеткізіп, кейін түзетулер енгізе аласыз. Отбасыда қаржыны реттеп ұстау қабілеті кімде жоғарырақ болса, сол адам ақшаны ұстау керек. Және балаңызға да ақша ұстауды ертеден үйретіп қойыңыз. Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру маңызды мәселе. Қымбатшылық кезінде несиеге ұрынбай, алаяқтардың құрбаны болмау үшін ақшаны қолдың кірі деп емес, бағалы капитал деп қарау керек. Табыс жетпесе, оны арттыру жолдарын іздеп, қаржылық қысымға түспеу керек. Жалған намысты қойып, бай қуатты болу үшін қажетті қадамдар жасаңыз. Бүгінгі тақырып біздің видеолар арасындағы ең маңыздыларының бірі. Ақша бәрімізге де керек, ол рас. Адамда неғұрлым ақша көбірек болса, соғұрлым ол еркін болады. Қаржылық сауаттылықты неден үйренуді бастаймын десеңіз, алдымен түрлі кітап пен видеолар қарауға кеңес беремін. Бірақ есте сақтаңыз, білімді пайдаланудың ең жақсы жолы ол әрекет ету және тәжірибе жинау. Осы видеоның басында байлардың ортақ қасиеті туралы айтып едім. Енді бәрінің айтатын бір ақылын айтайын. Байлардың пікірінше адамның ақшаға деген көзқарасы дұрыс қалыптасқан сайын, сол адамның ақшасы да көбейеді екен. Сонымен бүгіннен бастап өз жоспарыңызды құрып, оны өмір бойы ұстануға шешім қабылдаңыз. Сонда келешекте өзіңізге үлкен алғыс айтасыз. Бүгінге айтарым осы. Ал сіз тақырып туралы не ойлайсыз? Және ақшаңызды басқаруға не көмектеседі? Тәжірибеңізбен бөлісіп, төменге пікір жазып кетіңіз.
Кездескенше.